Сәлем достар, есімім Әсел. Бүгін сіздермен ыстық күнде шөл қандыратын керемет сусын айс кофе дайындаймыз. Бұл сусынды бір рет жасасаңыз, күнде ішкіңіз келетін болады. Дәмінде енді сөз жоқ. Ең алдымен шұңқырлау ыдыс салып, ішіне бір ас қасық кофе мен шекер салып аламыз. Негізі оригинал кофе алған дұрыс, сол кезде сусынымыз өте жақсы шығады. Және кішкене қайнап тұрған ыстық су құйып жібереміз. Осылай венчиктің көмегімен қозғалтып көпіршітіп аламыз. Біз ыстық суды шекер мен кофені ертіп алу үшін пайдаланамыз. Және миксер қолданып жүрсеңіздер болады, сол кезде өте жақсы көпіршік пайда болады. Достар, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін подписка батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сонымен қатар бұл кофені таңертең егер тұрған кезде ұйқыңыз қанбай, денелеріңіздің бәрі шаршап тұратын болса, осыны жасап ішсеңіз, денеңізге бір сергектік сыйлайды. Кофеміз осылай көпіршігеннен кейін стаканымызға дайын мұздарымызды салып, ішіне жаңағы кофемізді құйып жібереміз. Бізге тоңазытқышта тұрған сап-салқын сүт қажет болады. Осы кофеден кейін үстіне сүт құямыз. Мұны байқасаңыздар, күнде істеп ішсеңіздер де шаршатпайтын, жасалу жолы да өте оңай сусын. Достар, бұл жерде мен бір адамға арналған порцияны жаздым. Егер сіздер 2-3 адамға жасайтын болсаңыздар, осы порцияны көбейтіп жасай бересіздер. Келесі сілтемелерге өтіп, менің басқа да видеоларымды қарап шықсаңыздар болады.